Эх, ана қыздың біздің Батияның қолында істейтін қалай білмегенмен. Ондай қыз жоқ еді, жаңадан келген сияқты. Батияның Палшаның қарындасы екенін білгенде шок болдым. Сенікі нормально ғой, менікін айтсайшы. Ағамның жүретін қызы, болашақ жеңгем. Не істеп қойдың мен, а? Бір мәнісі олар, мен қандай да бір амалын табам. Бізге сенімді братчикаларға продукт алдырту керек. Аштан өліп қалмайық бекерге. Жақсылап ойланып бір шешімге келгенше осында тұрамыз. Пока өзімізге сыртқа шығуға болмайды. Сен не етіп тұрған білесің бе өзі? Анау, ертең полицияға береді іздеуге. Болды сосын бүкіл көшелерге ілет біздің суретімізді. Соны осы квартираға хозяйыны көріп, бізді ұстап бермейді деп ойлайсың ба? Бірақ ол жағы да бар. По-любому бізде 2-3 күн уақытымыз бар ғой. Айттым ғой мен бір амалын табам деп. 2-3 күн аш жатпайтын жармыз енді. В общем, братчикаларға продукт алдырту керек. Ана қыз кім? Яғласын ана? Кем сөйлесекші, я? Кешіш. Пайда. Қуаныш! Келдің бапасын. Қарлаш, далада не қылып жүрсің? Тоңып қаласың ба? Үйде жүрегім сығылып кетті, кішкене таза ауа жұтайын деп шыққан ем. Дарқын келмеді ма? Келмеді, сонда уайымдап тұрмын. Ой бір, уайымдама. Жүр үйге кірейік, жарап қаласың. Тамақ ішесің ба? Дархантайтын жақсы көретін лағманын пісірген ем. Кешігіп жатыр ғой. Мен тамақ ішмеймін. Жаңа бір кісілермен кездесуде болған, сол жерден жақсылап тамақ ішіп келдім. Жарайды, жақсы. Дарханға звондадың ба? Не дейді? Телефон өшіп тұр. Уайымдама, келіп қалар. Келгеннен кейін өзім жақсылап сөйлесіп қоямын мен. Асыл, соған қатты сөз айтып намысына тимей-ақ қойшы. Жас қой ол әлі. Уақыты келгенде түсінеді. Жарайды. Киімді ауыстырып қойын. Ассалаумалейкум, братан. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Братан, кешегі заказыңыз болды. Рахмет маға. Кешегі мәселені жігіттерге айттың ба? Иә, братан, айттым. Бірақ шамал күту керек. Өзіңіз де білесіз, бірден шешілетін мәселе емес. Жігіттер бірақ іздестіріп жатыр. Бірақ по-любому табамыз оларды. Ол жағынан сомнение болмасын. Саған сомнение жоқ қой маға. Сол үшін шықтым ғой саған. Жарай, жақсы, хабарда болайық. Жақсы, братан. Жақсы, братан. Кешегі ана екенен хабар бар ма? Білейін, что-то телефонды алмай жатыр. Бірақ оларды срок ертең ешің ба? Короче, оларды мына тема бойынша спрос жасау керек. Кеше көрдің ғой сөздерін.
надо будет қалаға қараймыз деп жатқандарында. Олардың бәрін күтуге болады. Көреміз ұлжан. Кіруге болмайды жүр, қайда барасың? Қалай кіруге болмайды? Маған сен басшың керек. Қалай сөйлейсің? Қандай басшы саған? Қалай? Кет былай. Сен кімсің кет дейді маған? Сен кімсің? Отыр ана жаққа. Нұреке? Не болып жатыр? Білмеймін о басы екен, мынау кім сізді іздеп дікең етіп тұр кәдімгідей. Самат аға? Қуаныш қалайсың деп. Самат аға, мына түріңіз не? Не болып кеткенсіз? Ауылдағы мен деген кісілердің бір едіңіз ғой? Мына түріңізді көріп шынымен көңілім түсіп кетті. Қуаныш інім. Өмір өзі адамды сан-саққа жүгіртеді екен. Өзің білесің ғой. Кезінде қандай жігіт едім. Қызмет те болды, ақша да болды, абырой да болды. Сәке деп, түлкі құсап бұралаңдап, қанша артынан жүгіріп жүр. Бәріне көмегім тиді. Қалай қызмет кетті, қасымда біреу де қалмады. Мен мына соған күйем Қуаныш, қатты күйем. Сөйтіп күйігімді басам деп, шайтан соға салынды. Сөйтсем оңбай қателесіппін ғой. Осы күйге қалай жеткенімді өзім байқамай қалдым. Кейін кішкене есім жинап, қой осы маған бір көмектессе, осы Қуанышының көмектеседі деп, алдыңа арнайы келіп отыр. Қуаныш білесің бе? Мен адамдарға жасаған адал еңбегім бағаланбады, соған күйем мен Қуаныш. Адал еңбегім бағаланбады дейсіз бе? Аға, бұл өмірде шынымен адал еңбек бағаланатын болса, есек алтынмен апталып, күміспен қапталар еді ғой. Еңбегім бағаланбады деп, сіз сияқты ағалар шайтан судың артынан кетсе, сіз сияқты ағалардан не үміт, не хайыр? Өзіңіз айтып атсыз тағы да, өмір адамды сан-саққа жүгіртеді екен деп. Сол өмірдің ыстығына, суына шыдап, қызығына қуанып, қайғысына сабыр етуді сіздер үйретпейсіздер ме біздерге, аға? Әрбір қара бұлттан кейін күн шығатын сіздер айтасыздар ғой бізге, аға. Қателескеннен емес, қателігін турламағаннан қорқ дейді. Егер шынымен өткеніме өкінем, адам болам, тура жолға түсем дейтін болсаңыз, мен сізге көмектесуге дайынмын. Бірақ аға, мынаны түсініңіз. Адамның разылығын емес, Алланың разылығын іздеу керек екенбіз ғой. Сен енді ағаңды кешір, Қуаныш. Мен тура жолға түсем, саған уәде берем. Сол үшін келіп отырмын балды. Енді екі қолға бір күрек, сен маған жұмыс тауып береді. Енді ол жағын ұйымдастырамыз, аға. Ең басты өзіңізге сенемін мен. Бұрынғы істеген тірліктеріңізге ең басты өкінсеңіз болды. Қазір барып моншаға түсіп, киім алып,
өз-өзімізге келіп алыңыз. Қалғанын көре жатармыз. Жарайды. Жақсы. Досым, маған түсіндіріп, дұрыстап айтшы. Кеше жұмыс жаққа келген уақытта проблемалар болып жатыр, Мадинаның денсаулығы болмай жатыр дегеннен басқа ештем айтпадың ғой. Мен бәрін сезіп тұрмын. Мадинаның көз көгерген. Дұрыстап түсіндірші, не болып жатыр? Қазеке, сөздің қысқасы, Мадина жұмыстан қайтып бара жатқан кезде белгісіз біреулер соққы қалған оны. Танимын екен өзі? Көрсем танимын деп жатыр. Менден қандай көмек, досым? Қазеке, сен уже маған көмектесіп қойдың. Тірі болсам, қайтарамын, иншалла. Бастысы Мадина жұмыстан шығарып жібермеші, оған қазір сәл демалу керек. Ол жағынан уайымдама. Демалсын. Жақсы, Фазеке, бір шаруаларым бар еді. Хабарда болайықшы. Жақсы. Өзім братишка. Ассалаумалейкум. Алейкумассалам. Там ешкім байқап қойған жоқ па? Жоқ, көрмеді. Точно сенімсің ба? Көрмеді бір адам. Побегте жүрсіңдер ма? Нең бар сен? Байқа, біреу байқап қоймасын. Тіс жарып ешкімге айтушы болмасын ба? Болып бір адам могилаға бер. Давай, рахмет, жақсы. Братишка, қажет болса өзім хабарласам. Связьда ол. Бізге хабарласпақ қой. Телефон өшік керек кезде қосамыз. Все болып бір адам. Жақсы. Жақсы. О, что там? Ішіп жеп аламыз да? Жей бер өзің, ас болсын. Болсын. Ана қыз кім? Болашақ жеңгем болады.
Жоқ. Кет, бол. Ал заттарын бер. Не болды? Ал заттарын. Кет, сосын айтам, жүр. Не болды? Ана тұр ән көрдің бе? Қайдан жүр? Болды, біліп қойды біз осы районда екенбіз. Ол кету керек, нашыр. Болды, қай подъезд екен біліп тұрған жоқ, қайда қалу керек. Капюшон ки. Не болды? Мойындамақшың ба бәрін? Менде басқа амал жоқ, брат. Бәрін білгесін. Ағың саған не істейді деп ойлайсың? Білмеймін. Рауан, ойлан әлде. Ойланатын түк те жоқ. Бәрібір түбі біледі ғой. Жүр, кеттік, кіреміз. Мен не істеймін ол жерде? Өзің кіре бер. Қазір кіріп, ағама бәрін айтып мойындаймыз. Сосын сенге барамыз.